Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? ұбт-ға дайындық сабақтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз механиканы қайталауды аяқтадық. Енді физиканың екінші үлкен бөлімі, жылулық құбылыстарды зерттейтін бөлімі, молекулалық физика деген бөлімде. Қайталаумен шұғылданамыз біраз уақыт. Бүгінгі бірінші сабақ молекула кинетикалық теория деп аталады. Жылу құбылыстарын зерттейтін екі түрлі әдіс бар, немесе екі түрлі теория бар. Бірінші молекула кинетикалық теория, екіншісі термодинамика деп аталады. Әуелі жылу құбылыстарын молекула кинетикалық теорияменен зерттейміз, сосын барып термодинамика әдісіменен зерттеуге көшеміз. Молекула кинетикалық теория дегеніміз жылу құбылыстарын заттың ішкі құрылысына сүйене отырып, заттар молекулалар мен атомдардан тұрады деген болжам негізінде қарастыратын теорияны молекула кинетикалық теория деп атаймыз. Молекула кинетикалық теорияның негізін салған орыстың ғалымы Ломоносов. Ломоносов молекула кинетикалық теорияның негізгі мына үш қағидасын тағайындап берді. Бірінші қағида: барлық денелер микробөлшектерден, атомдардан немесе молекулалардан тұрады. Екінші қағидасы: бөлшектер бейберекет қозғалыста болады. Үшіншіден, бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі, яғни бөлшектердің арасында тебілу және тартылу күштері болады. Бөлшектер бейберекет қозғалыста болатын болса, ол бөлшектердің қозғалыс жылдамдығы болады. Ол қозғалыс жылдамдығы дененің температурасына тәуелді, сондықтан молекулалардың заттың ішіндегі қозғалысын жылулық қозғалыс деп атайды. Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын, үш қағидасын дәлелдейтін тәжірибелер мыналар: заттардың бөлінгіштігі, бұл химияда дәлелденген; газдардың сығылғыштығы, газдың кез келген көлемді ала алатындығы жайылып; диффузия құбылысы 7 класста оқыдық. Сосын броундық қозғалыс деген құбылыс бар, ол сұйықта немесе газдың ішінде қалықтап қозғалған бөлшектердің қозғалысы. Ол жылулық қозғалыс емес, броундық қозғалыс деген. Оны зерттеген, оны тапқан, ашқан негізі биолог, ботаник Броун деген адам, сондықтан ол броундық қозғалыс деп аталады. Броундық қозғалысты жақсы түсіну үшін сіздердің көз алдарыңызға мынандай нәрсені келтіріңіздер. Мысалы, күн ашық, терезеден күн сәулесі түсіп тұрған бөлменің ішінде ауаның молекулаларының арасында ұшып қозғалып жүрген, жыбырлап қозғалып жүрген кішкентай шаң тозаңның бөлшектерін көруге болады. Міне сол ауа молекулаларының арасындағы қозғалып жүрген шаң тозаңның бөлшектері броундық бөлшектер деп аталады. Бұл бөлшектерде үздіксіз жыбырлап қозғалып жатады. Жылулық қозғалысқа ұқсас, бірақ жылулық қозғалыс емес. Анықтамасында айтқандай, сұйықта немесе газда қалықтап қозғалған бөлшектердің қозғалысы. Ол да ретсіз қозғалыс. Молекулалардың жылулық қозғалысы да ретсіз қозғалыс, хаосты қозғалыс деп айтады. Диффузия құбылысы, бұны жақсы білесіздер. Бір заттың молекулаларын екінші заттың молекулаларымен араласу құбылысы. Олар неге араласады? Себебі молекулалар қозғалғандықтан. Егер заттың молекулалары қозғалмаса, онда олар бір-бірімен араласпаған болар еді. Броундық бөлшектің қозғалысы, броундық бөлшектің траекториясы осындай болады. Себебі ол бөлшекті жан-жағынан жаңағы ауаның молекулалары соққылап, ұрғылап, түйгіштеп, осылай қозғалуға, ретсіз қозғалуға мәжбүрлейді. Броундық қозғалыста бұл үздіксіз тоқтамайтын қозғалыс. Енді молекула кинетикалық теорияда микроскопиялық шамалар болып табылатын
мынандай шамалар бар. Оларды микроскопиялық деп аталатын себебі олар микро бөлшектерді сипаттайтын шамалар. Оларға мыналар жатады. Бір молекуланың массасы М0 деп белгілейміз. Малярлық масса деген бар. Оны химиядан білесіңдер, атом массалары арқылы химиялық формуласы бойынша анықталады. Молекулалардың шоғыры N кішкентай. Молекулалар немесе атомдардың саны, заттағы зат мөлшері деген шама бар. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы. Міне осы шамалар микроскопиялық шамалар болып табылады. Себебі молекула кинетикалық теория, қысқаша МКТ дейді. МКТ микро дүниедегі болып жатқан құбылыстарды зерттейді. Енді МКТ-ның өзіне тән тұрақтылар бар. Бұл тұрақтыларды есеп шығару кезінде біз жиі қолданамыз. Бірінші тұрақты Больцман тұрақты сан мәнін жазылып тұр, және ұбт-ның тапсырмаларында осы тұрақтылардың физикалық мағынасын сұрайды сіздерден. Сондықтан жақсылап тыңдап алыңыздар. Оның физикалық мағынасын түсіндіру ешқандай қиындық келтірмейді. Ол мына өлшем бірліктерінде көрініп тұр. Егер дейді, газдың температурасын 1 кельвинге өзгертсек, оның молекулаларының кинетикалық энергиясы немесе ішкі энергиясы мынанша джоульге өзгереді. Я артады, я кемейді. Температураның қалай өзгеруіне байланысты. Авогадро тұрақтысы деген химияда бар. Кез келген заттың 1 моліндегі, яғни заттың мөлшері 1 моль болатын болса, ондағы молекулалардың саны мынаған тең дейді. Бұл авогадро саны деп аталады, немесе авогадро тұрақтысы деп аталады. Үшінші, универсал газ тұрақтысы. Бұл мына екі тұрақтының көбейтіндісінен шығады. 831, 8,34 джоуль моль кельвин. Бұның физикалық мағынасы егер заттың температурасын мөлшері 1 моль заттың температурасы 1 кельвинге өзгерсе, онда жасалатын жұмыс 8,31 джоульға тең болады. Немесе энергиясы осыншаға өзгереді. Міне, өлшем бірліктеріне қарап, тұрақтылардың физикалық мағынасын оп-оңай шығарып алуға болады. Мына бөлімдегіні бірге теңестірсеңдер, алымдағы өлшем бірлігіне қарай не нәрсе екендігі шыға келеді. Енді молекула кинетикалық теорияның мен өзім айтамын, ұсақ-түйек формулалар деп. Ұсақ-түйек формулалары жаңағы айтқан микроскопиялық параметрлерді есептеуге арналған формулаларына зат мөлшерінің формуласы. Заттың массын мольдік массасына бөлеміз. Немесе осы массадағы бөлшектердің санын авогадро тұрақтысына бөлсек те болады, зат мөлшері шығады. Молекулалардың шоғыры, кейде концентрациясы деп айтады. Ол көлем бірлігіндегі молекулалардың саны. Көлем 1-ге тең болса, 1 метр куб болса, сол 1 метр куб көлемдегі молекулалардың саны біз шоғыр деп атаймыз. Мына формула арқылы кез келген заттағы бөлшектердің санын есептеуге болады. Ол үшін зат мөлшерін авогадро тұрақтысына көбейтеміз. Немесе зат мөлшерінің мына формуласын қойып, заттың массасы мен мольдік массасын қатынасын авогадро тұрақтысына көбейту арқылы да табуға болады. Сондай-ақ бір молекуланың массасы өзінен өзі түсінікті. Заттың массын ондағы молекулалардың санына бөлсек, бір молекуланың массасы шығады. Енді мына нәрселердің орнына жоғарыдағы формулаларды қойсақ, мынандай өрнек шығады. Мольдік массаны авогадро тұрақтысына бөлсек, бір молекуланың массасы шығады екен. Енді мынандай осындай ұсақ-түйек формулалар көп. Жаттап алуға тура келеді. МКТ-ның есептерін шығарған кезде бұл формулалар аса қажет болады.
Одан кейін жаңа айттық, молекулалар қозғалатын болса, онда ол молекулалардың жылдамдығы бар. Ол жылдамдықты орташа квадраттық жылдамдық деп атайды. Себебі молекулалар белгілі бір бағытта қозғалмайды. Әртүрлі жылдамдықпен бағытын өзгерте отырып қозғалады. Сондықтан орташа квадраттық жылдамдық ол тек қана температураға байланысты. Орташа квадраттық жылдамдықты есептейтін мынандай екі түрлі формуласы бар. Екеуінде де температурасы бар. Біреуінде Больцман тұрақтысы, мұндай жағдайда Больцман тұрақтысы бар формулада бір молекуланың массасы қолданылады, ал мына жердегі универсал газ тұрақтысы бар формулада заттың мольдық массасы қолданылады. 2 бөлінген М0, 3 бөлінген М0. Көбіне мына екінші формула қолданыста. Енді молекулалардың жылдамдығы болатын болса, онда олардың кинетикалық энергиясы да бар. Кез келген қозғалатын нәрсенің үлкен болсын, кіші болсын, кинетикалық энергиясы болады. Міне зат молекулаларының орташа кинетикалық энергиясында бір молекуланың массасы жоқ, ол тек қана температура арқылы анықталып, 2-ден 3 каты, бұндағы К жаңағы айтып кеткен Больцман тұрақтысы. Міне бүгінгі сабақта біздің танысқан осындай бірнеше формулаларымыз бар. Әрине есте сақтау оңай емес, дегенмен физикадан, ұбт-да жоғары балл жинаймын, қателеспеймін деп мақсат қойған балдарға бұл формулаларды жатқа білуге тура келеді. Мен сияқты мен осылардың бәрін жатқа білемін. Сабақтың теориялық бөлімі осымен аяқталды. Сабақтың практикалық бөлімі не өтеміз. Бірінші сұрақ. Броун, байқаған броундық қозғалыс дегеніміз не дейді? Мен жауапты бірден белгілеп қойдым. Ерітіндіде жүзген бөлшектердің қозғалысы. Ал зат атомдарының хаустық қозғалысы дегеніміз ол бізде зат бөлшектерінің хаустық қозғалысы дегеніміз ол бізде қай қозғалыс еді? Жаңа айттық анықтамасын. Бұл бізде жылулық қозғалыс. Кейде жылулық қозғалыстың да анықтамасын сұрайды. Жылулық қозғалыс. Екі жылулық қозғалыс пен броундық қозғалыстың анықтамасын бір сұраққа біріктіріп жібердім. Зат атомдарының ретсіз хаустық қозғалысы, жылулық қозғалыс. Ерітіндіде жүзген бөлшектердің қозғалысы, ерітіндіде немесе газдарда жүзген бөлшектердің қозғалысы, бұл броундық қозғалыс. Сутегінің бір моліндегі молекулалардың санын тап дейді. Мынау мольдердің саны деп айтады, бір моль. Енді бізде бағана Авогадро тұрақтысының анықтамасын айтқан кезде кез келген заттың бір моліндегі молекулалардың саны 6, 10-ның 23 дәрежесіне тең болады деген едік. Сондықтан жалғыз сутек емес, кез келген заттың мөлшері бір моль болатын болса, ол темір болсын, ол көмір болсын, ол су болсын, мөлшері бір моль болатын болса, ондағы молекулалардың саны 6, 10-ның 23 дәрежесіне тең. Енді 1 грамм көмір қышқыл газындағы молекулалардың санын тап дейді. Көмір қышқыл газының мольдық массасын беріп қойған. Жаңа айттым ғой сіздерге беріп қояды деп. Молекулалардың санын есептейтін формуланы жазамыз. Естеріңде ме? Дәптерлерің болса, қолдарыңда қараңдар. М-нің кішкентай үлкен М-ге қатынасы көбейтілген Авогадро тұрақтысы. Осы формуланы жазамыз да есептей қоямыз. Білген балаға ешқандай қиындық келтірмейді. 1 грамм дегенім 10-ның -3 дәрежесіндегі килограмм. Көбейтілген Авогадро тұрақтысы 6, 10-ның 23 дәрежесі. 100-ден 2 деген
Жасап кетуге болады, ондай роль ойнамайды. Мынау 44 оның -3 дәрежесі. 10-ның -3 дәрежесімен 3 дәрежесін қысқартып тастаймыз. 6-ны 44-ке бөлемін. 0,14 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Бар ма ондай жауап? 10-ның 19, 20, 22 дәрежесі дейді. 1,4 көбейтілген 10-ның түрді бір орынға жылжытқандықтан 1 дәреже кеміп 22 дәреже. Дұрыс жауап. 1 грамм көмір қышқылғазында осынша молекула бар екен. Келесі бетке өтейік. Елу моль көмір қышқыл газының массасы дейді. Мынау мольдердің саны, мольдік массасы берілген. Так, зат мөлшерінің формуласын жазамыз. М бөлінген М. Мына кішкентай М-ді сұрап жатыр бізден де. Шығарып аламыз. Заттың массасы тең болады мю көбейтілген М. Неше түрлі формулалар шыға береді. Мына бір формуланы, негізгі формуланы білсеңдер, ары қарай неше түрлі формулаларды шығарып алуға болады. 50 көбейтілген 44 10-ның -3 дәрежесі. 50-ді 44-ке көбейтем. 5 4-ім 22 қойды. 5 4-ім 20, 22 көбейтілген, тағы бір нөліміз бар. Көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі. Енді мен сендерге мына жерде жауапты алдын ала болжауды есептеуден бұрын айтуым керек еді, ұмытып кетіппін. Кештігі жоқ. Көмір қышқыл газының массасы дейді. Газ массасы өте кішкентай болады, жеңіл болады газдар. Сондықтан мына жерден дұрыс емес жауаптарды сызып тастайық. 220 килограмм болуы мүмкін емес. 22 килограмм дегенде әжептәуір масса. Сонда бізде мына екі жауап қалады. Соның біреуін таңдаймыз. Мына артық жауаптарды алып тастау сіздердің қателесулеріңді азайтады. Қателесу ықтималдылықтарыңызды азайтады. Сондықтан үнемі логикаға сүйене отырып, тиісті ережелерге сүйене отырып, артық жауаптардан құтылып отырған дұрыс болады. Енді мына жерде 2200, оның -3 дәрежесі дейді. -3 дәрежеден құтылу үшін үтірді 3 орынға ең қарай жылжытам. 1, 2, 3 мына жерге қойсақ 2,2 килограмм. Біздің болжамымыз дұрыс екен. Мына жауап С жауап екен, тауып алдық. Енді азот молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы мынандай дейді. Мынау орташа квадраттық жылдамдық. Температураны анықтаңыз дейді. Қанын табуымыз керек. Орташа квадраттық жылдамдық формуласын жазамыз. Мольдік массасы беріліп тұр, значит 3 бөлінген М. Так, осыдан біз температураны табуымыз керек. Температура түбірдің астында тұр. Сондықтан түбірден шығамыз. 3RT бөлінген М. Осы арада температураны табатын формуланы шығарып аламыз. Мен бұрында да айттым. Мына іздеп отырған шаманың қасындағы әріптерді, сандарды бөлімге жазамыз. 3R. Алғандар алымға жазылады. М, Б квадрат.
Болды. Формуланы шығардық. Енді есептеп ал. Массамыз 28 грамм моль дейді. Килограммға айналдырамыз. Оның минус 3 дәрежесі қалып. В квадрат. Жылдамдық 830. 830. Оны квадраттап жатпаймыз. Мен жатпаймын, ауызша есептеймін. Өйткені 830-ды 830-ға көбейтемін. Бөлімінде 3 көбейтілген. Ерім 8,31. Мына 830 босқа беріліп жатқан жоқ. Мына 831 мен 830-ды қысқартып жіберуге болады. Сонда мына жерде 100 қалады. Бөлімде 3 қалды. 830 кетті ғой. Мына 830-дың 1 нөлі менен мынау 3 нөл 1000 болады. Ол мынау менен қысқарып кетеді. Сонда бізде не қалды? 28-ді 83-ке көбейту қалды. 28-ді 83-ке көбейтіп, оны 3-ке бөлсек, 774 деген сан шығады. 774 келген. Бұл жауап мына жерде тұр. Міне, бұл есепте шығарып тастадық. 6-шы есеп ауызша. Молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы мен абсолют температурасы арасындағы байланыс қандай? Ол формуланы да бағана мен сіздерге көрсеттім. Жаттап алуымыз керек. Ол мынау 2-ден 3 каты. Енді осы формуланы пайдаланып біз келесі есепті шығарамыз. Бұл формула бұл жерде босқа тұрған жоқ. Келесі есепті шығару үшін бізге көмектесуге тұр. Формуланы білмесек есепті шығара алмаймыз. Так, мынау температура. 1000 градус дейді. Енді сіздер 11-ші сынып балдарысыңдар, білесіңдер. Мынау үлкен Т деген бұл абсолют температура. Мынау Цельсийбен алынған Цельсий шкаласындағы температура, мынау Кельвин шкаласындағы температура. Екеуінің арасындағы байланысты білесіңдер. Мына МКТ-ның есептерінде мына үлкен Т тұрса, градуспенен шығаруға болмайды. Градуспен берілген температураны Кельвинге айналдырамыз. Бұл үшін оған 273 градусты қосамыз. Сонда мынау 1273 Кельвин болады. Так, температураны айналдырып алдық. Жоғарыдағы формуланы жазамыз. 2-ден 3 К тең болады. 3-ті 2-ге бөлсек 1,5 К 1,38 оның минус 23 дәрежесі көбейтілген 1273 Кельвин тең болады. Осылардың барлығын көбейтсек бізде не шығады? 2,6 деген сан шығады. Жоқтап дөңгелектегенде көбейтілген 10-ның мына жерде тағы да артық жауаптар бар екен. Плюс 20 дәреже дейтін. Плюс 23 дәреже дейді. Ол молекулалардың өзі кішкентай болса, олардың кинетикалық энергиялары мынанша үлкен сан бола алмайды. Сондықтан мына екі вариант кетіріп тастаймыз. Молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы минус 20, минус 23, минус 20, минус 19, 10-ның минус 19, минус 20 дәрежесінің шамасында болады. 1,5, 1,38, 1,1 болады. Оны тағы мынаған көбейтсек,
2,6 шығады. Мына жерден 3 жылжыттық. Сонда мына минус 20 дәрежесіндегі джоуль болуы керек. Молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы туралы әңгіме қозғалса, оның дәрежесі теріс болады. Шамаменен 10-ның минус 19 минус 20 дәрежесіндей болады. Мінекей белгіледік. Енді бір тапсырма бар ауызша, ол да маңызды. Оны да орындап тастайық. Соңғы бір бетте тұр екен. Осындай тапсырмалар көп кездеседі формуламен жұмыс жасауға. П температурасында белгілі бір газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы. П температурадағы квадраттық жылдамдық сәйкес келетін мынаған тең. Енді 4 температурадағы сәйкес келетін жылдамдық қандай дейді деп сұрап жатыр бізге. Жылдамдығы қандай болады? Орташа квадраттық жылдамдықты есептейтін формуланы жазамыз. 3 РТ бөлінген М. Басында осындай еді. Енді температураны 4 есе арттырдым дейді. 4 т-ға сәйкес келеді. 3 РТ өзінің бұрынғысы көбейтемін. 4 бөлінген М. Ештеңе өзгерген жоқ. Мынау бұрынғы жылдамдығы 4 есе ғана температура артты. Температура 4 есе артса, квадраттық жылдамдықта арту керек. Неше есе артады? Түбірдің астында тұр. Түбірден шығарсақ, 2 есе артады. 2 4 т-ға сәйкес келетін жылдамдық 2 квадраттық жылдамдық. Осылай. Формулалармен де жұмыс жасай білу керек. Формуладағы қатысатын шамалардың өзара байланысын, тәуелділігін, алымда тұрған шамаларға, бөлшектің алымында тұрған шамаларға тура пропорционал, бөлімінде тұрған шамаларға кері пропорционал екендігін ұмытпаймыз. Міне бүгінгі сабақта өзінің мәресіне жетті. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.